Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні. Балалар, біз бүгін 2 тақырыпты қосып өтетін боламыз. Жер күнді айналғанда не өзгереді және күн сәулесі жерге қалай түседі? Бүгінгі оқу мақсатымыз жердің орбиталдық айналуының салдарын түсіндіру. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сен бұл сабақтан не үйренесің? Сен жердің күнді айналуынан қандай құбылыс болатынын білесің. Оның табиғатқа әсерімен танысасың. Жер беті қалай қызарылатынын білесің. Күн сәулесінің жер бетіне қалай түсетінін түсінесің. Ендеше мына тірек сөздерді бірге қайталайық. Полюс, жартышар, солтүстік жартышар, оңтүстік жартышар, экватор, көкжиек сызығы, күннің ұзақтығы. Балалар, ендеше мына сызбаға назар аударыңдар. Жер қалай айналады? Осы құбылыстардың арқасында жер бетінде қандай өзгерістер болады деп ойлайсыңдар? Жыл мезгілдерінің ауысуы жер шарының барлық аймағында бірдей емес. Бұл олардың жарты шарында орналасуына байланысты. Экватор мен солтүстік полюс арасы солтүстік жартышарға, ал экватор мен оңтүстік полюс арасы оңтүстік жартышарға жатады. Солтүстік жартышарда жаз болса, оңтүстік жартышарда қыс болады. Жер бетінің температурасы күн сәулесінің қалай әрі қаншалықты тәуелді болуына байланысты. Қыс айларында солтүстік жартышарға күн сәулесі аз түседі де, күн қысқа, түн ұзағырақ болады. Ал солтүстік полюсте поляр түндері басталады. Жаз айларында солтүстік жартышарда тәуліктің көп бөлігінде күн бұрылады. Біз күннің жер бетіне түсуін қалай біле аламыз? Күн сәулесі жерге қалай түседі? Көкжиек сызығы. Жер мен аспанның арасының шекарасын көрсететін сызық. Біз күнде таңертең күннің шығыста көкжиектен көтеріліп, кешке қарай батыста көкжиектің астына бататынын байқаймыз. Бұл мезгілдердің шығуы мен күннің батуы дейміз. Осы екі мезгілдің арасын күннің ұзақтығы дейміз. Ендеше толығырақ түсініп білу үшін келесі бейнежазбаны мұқият қарап есте сақтаймыз. Далаға шығып ойнайықшы? Болмайды, қар жауып тұр, ауырып қаласың. Шіркін, далада ылғи жаз болып тұрса ғой. Онда саған экватор маңына көшу керек. Қойыңызшы, жер бетінде қыс болмайтын жер бар ма? Экватор деген қай жер? Экватор деген жерді теңдей екі жартыға, яғни оңтүстік және солтүстік жартышарға бөліп тұрған сызық. Сонда экваторда мәңгілік жаз болып тұра ма? Экваторға жақын аймақтарда 2 жыл мезгілі болады. Ұзаққа созылған құрғақ ауа райынан кейін жаңбыр маусымы басталады. Қалайша, бір жылда 4 мезгіл болады емес пе? Дана, жердің пішіні қандай? Шар тәрізді. Дұрыс, жердің өз білігінен айналатынын білесің ғой. Иә, жер өз білігінен айналғанда күн мен түн ауысады. Егер жер өз білігінен айналмаса, онда жердің бір жағында мәңгі жарық болып, қатты ысып кетер еді.
ал екінші жағында мәңгі түн болып, қатты суып кетер еді. Дұрыс. Жер өз білігінен айнала отырып, күнді де айналады. Иә, Жердің күнді айналып өтетін жолы жер орбитасы деп аталады. Ал жер күнді толық бір рет айналып шығуына кеткен уақыт жыл деп аталады. Бір жылда 365 күн бар. мұның жыл мезгілдерінің ауысуына қандай қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Жер күнді айналуының арқасында жыл мезгілдер ауысады. Түсіндім. Жер күнді айналып жүргенде, күнге жақынырақ кетсе, онда жаз болады. Егер күннен алыстау кетсе, онда қыс болады. Жоқ, қателесесің, Дана. Жердің күнге жақындап алыстауының жыл мезгілдеріне еш қатысы жоқ. Онда жердің күнді айналуы жыл мезгілдеріне қалай әсер етеді? Жердің білігі орбита жазықтығында көлбеу орналасқан. Бұлай көлбеу тұруы жыл бойы сақталады. Сондықтан да күн сәулесі жердің бетіне біркелкі түспейді. Иә, жердің мына аймағына әрдайым түсіп тұр ғой. Дұрыс байқадың, бұл жердің солтүстік полюсы, ал мынау оңтүстік полюсы. Яғни жер күнге жарты жыл бойы оңтүстік полюсімен, ал жарты жыл бойы солтүстік полюсы жағымен қарап қозғалады. Түсінікті, қай жағымен қарап қозғалса, сол жағында жаз болады ғой. Дұрыс, себебі ол жағына күн сәулесі тік және көп түседі. Ал қай жағында күн сәулесі көлбеу және аз түссе, сол жағында қыс болады. Міне, солтүстік полюс күнге қарап тұрған кезінде, экватордың солтүстік жағындағы елдерде жаз, ал экватордың оңтүстік жағындағы елдерде қыс болады. Түсінікті. Тағы қай жерлерде қандай жыл мезгілдері болады? Арктика мен Антарктидада 2 жыл мезгілі ғана болады. Жаз және қыс. Ол жерде күн мен түннің ауысуы болмайды. Қыста үнемі қараңғы, күн шықпайды, ал жаз бойы күн батпайды. Қызық екен. Мен ондай жақта тұрғым келмейді. Міне балалар, біз тақырыбымыз жайлы толық түсінді деп ойлаймын. Ендеше, өзің тұратын жерде күннің ұзақтығы қалай өзгеретінін бір апта бақылап көр. Тәулік 24 сағатқа тең. Осы уақыт ішінде жер өз осымен толық бір айналып шығады. Жер орбитасымен күнді де айналып қозғалады. Күн мен түннің ұзақтығына әсер етеді. Күн мен түннің ұзақтығы жыл бойы үнемі 12 сағаттан болмайды. Қыста күн қысқа, түн ұзақ болады. Ал жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Бұл жердің осымен орбитаға көлбеу орналасуымен түсіндіріледі. Есіңде сақта, жердің осі өз орбитасына көлбеу орналасқандықтан күн сәулесі барлық жерге бірдей таратылмайды. Ендеше сіздерге тапсырма. Модель жаса. Жердің өз орбитасы бойымен күнді айнала қозғалуының моделін жаса. Осы тапсырма бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.